Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда 12-ші жастар арасындағы Қазақстан Республикасының көкпардан чемпионаты. Бұл чемпионат Ақтөбе қаласында өткен болатын. Бұл дүбірлі додаға еліміздің 8 өңірінен командалар қатысқан. Бұл командалар финалға шыға алмай қалған командалардың арасында бүгін ойын өтетін болады, яғни ұпай сандарын келесі чемпионаттардағы жалпы рейтингтік жобадағы өздерінің ұпай сандарын дәл осы ойын барысында анықтайтын болады. Сонымен бүгін өнер көрсететін командалар Жеке Батыр Ақмола облысы және Қайсар Қызылорда облысы. Міне қос команданың арасындағы ойынды тамашалайтын боласыздар. Әуелі біз сіздерге Ақмола облысының Жеке Батыр көкпар командасын таныстыра кетейік. Алихан Қалыбаев бастайды, Жандос Телубай, Мирас Боранбаев, Мейірбек Бимағамбетов, Арман Абжанов, Байырлы Көпенов, Телеужан Айтжанов, Абзал Ахмедия, Данияр Халиханов, Бөгенбай Бексұлтанов, Айтқазы Сағындықов және Найзабек Темірбек. Команданың жетекшісі Ерғали Тоқабаев, ал Сәбитов Мырза команданы жаттықтырады. Және ақмолалықтардың қарсыласы еліміздің бірінші астанасы Қызылорданың жігіттері Қайсар Қызылорда облысының көкпар командасы. Бұл команданы бастайтын Айдар Исраил, Ақылбай Еламан, Бердібек Жорабек қоштайды, Нұркелді Жосибаев, Меделбай Жақыпбек, Нұрберген Тажмұхаммед, Нұрлыбек Асқаров, Жамбыл Меделбек, Данияр Сәдуақас, Ердәулет Берістем, Нұрболат Манат, Бағдәулет Ғаниұлы. Команданы Мақатаев Мырза жетекшілік ететін болса, Боранбаев Мырза команданың негізгі жаттықтырушысы. Ортадағы төреші, ұлттық дәрежедегі төреші Оңтүстік Қазақстан облысының ұлттық спорт түрлері мектебінің ұстазы Нұрхан Айтбаев және қапталдағы төрешілер Ақтөбелік Мағжан Ахетов, Бақытжан Кенжебек Қызылордадан және Ақылбек Меңдіғалиев Батыс Қазақстан облысынан. Жалпы Ерғали Тоқабаевтың шәкірттері де, Мақатаевтың шәкірттері де дес бермей барлық қарсыластарын қапыда қалдырып келе жатқан командалар деп айтуға болмайды. Дегенмен де қазіргі таңда көп командалардың арасында тәжірибе жағынан да, ойын жағынан да, құрам жағынан да көпке үлгі болып келе жатқан командалардың бірі һәм бірегейі әрине Жамбыл, Маңғыстау, Шымкент, Атырау сияқты облыстар. Алматы облысы да өте мықты. Бірақ сол командалардың ізін басып тегеурінді қарсылық таныталатындай екеуі де. Команда күштері тең десек болады. Осыған байланысты жалпы бұл көкпарда расымен де шын мықты жеңетін ойын болғаннан кейін, нағыз ердің ойыны болғаннан кейін бұл жерде бұра тарту, бармақ басты, көз қысты дейтін дүние жоқ. Нағыз мықты кім анық жеңімпаз ол көрініп тұрады. Сонымен төрешінің ысқырыға ойынды бастағанын өздеріңізде көрдіңіздер. Қызылорданың жігіттері алғызыл киімді жейделерді киген, ал тиісінше қарсыластары ақмолалықтар сары жейдеде өнер көрсетуде. Әдегеннен ақ қызылордалықтар әуелгі шабуылды бастады. Мәреге қарай серкен алып, тақымға басып, қызылордалық балуанның шауып бара жатқанын өздеріңізде көріп отырсыздар. Кім екенін нақтылай кетейік. Нұрлыбек Асқаров 7-ші нөмірде өнер көрсетіп жатқан Хан дейтін тұлпар астындағы жалпы Қызылордадағы атышулы ерекше тұлпарлардың бірі. Көкпарда, әсіресе командалы көкпарда көзге түсіп жүрген. Қарсыластарының қорғанысында қалып қойғанын көрдіңіздер. Бұл жігіттер аттан адам күшінен қамал тұрғыза алуға лайықты жігіттер екенін өздеріңіз білесіздер. Ақмолалықтардың тақымына ойысты Серке. Арман Абжанов қазір Серкені тақымға басып
шабуылға шықты. Тағы да жүріс қоса түсу керек. Жоқ, қазір тізгінді тартып қалды. Бірақ бұл салым емес, ардақты ағайын. Әрине мәреге жетті, Серке тасталды, бірақ сызылған шеңбердің дәл ортасына түспегеннен кейін бұл салым болып есептелмейді, шабуыл нәтижесі аяқталды деген сөз. Енді дәл осы қызылордалықтардың алаңында сызылған үлкен шеңбердің ішінде жалпы командалық тартыс басталады. Серке жерден 1 минуттың ішінде көтерілуге тиісті. Ол уақыт өтпей-ақ міне ақмолалықтардың Серкені жерден көтеріп алғанын көрдіңіздер. Дәл осы шабуылдың аяғы қалай аяқталар екен? Мінекей, дәл қазір Бердібек Жорабек арттан қуып келе жатқанын көріп отырсыздар. Қызылордалық палуан Мирас Боранбаевтың тақымында ақмолалық. Шіркін шабуыл осы нәтижесі дұрыс болатын сияқты ма қалай өзі? Міне қазір мүмкіндік бар сияқты. Бірақ Қызылорданың қорғанысы тас қамал. Серке ойын алаңның сыртына шықты. Шабуыл нәтижесі аяқталды. Сізде бізде куә болдық. Ортада жекпе-жек сайысы. Байырлы Көпенов. Жеке Батыр шабуылшысы және оның қарсыласы Ақылбай Еламан, қызылордалық палуан. Өздеріңіз көрдіңіздер, жекпе-жектен Серкені көтеріп алып шықты да байырлы командалық әріптесі Мирасқа берді Серкені және дәл мәренің үстіне тастады. Және шеңбердің ортасында жатқаннан кейін бұны төреші салым деп санағанын көріп отырсыздар. Бәрекелді. Алғашқы салым, алғашқы есеп ашылды. Мирас Боранбаев бұл салымның авторы. 1999 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпары шаң тимес. Ойынның 5 минутында осылай, яғни 6 минутында салым салғанын көріп отырсыздар. Тамаша. Қаншама қорғаушылардың арасынан сытылып барып, жалғыз жеке дара шықпаса да, дәл мәреге тастайтындай мүмкіндік тауып, әдемі салымға қол жеткізді. Бұл да бір ептіліктің нышаны шығар. Тағы да ақмолалықтар Серкені жерден көтерді бірінші болып. Өз мәресін айналып барып, Серкені тастауға ұмтылуған берген, бірақ қараңыздар, қандай тамаша салым болушы еді. Қызылордалық палуандар қазір осы жерден Серкені өз тақымдарына басып алып кетпесе, онда жағдай қиындай түседі. Нұрлыбек Асқаров хан дейтін тұлпарымен міне шабуылға шықты. Алдында ешқандай да қарсылас жоқ. Қарымта шабуыл, ардақты ағайын. Міне дәл мәренің тұсында және салым. Өте тамаша. Жарайсың. Өте керемет. Қарымта шабуыл дейтін осылай болуға тиісті. Нұрлыбек Асқаров 1999 жыл туған шабандоз, Қызылорда облысының палуаны. Ойынның 8 минутында осындай тамаша салымға қол тигізді. Астындағы тұлпар хан. Керемет. Қараңыздар сөздеріңізде. Көрсең көз қызығатындай. Дүние қазандықтың болмағаны болмаса, әдемақ салым болды. Осы жерде жарқырап қазандық тұрғанда, оның үстіне таңын бұрқыткызып тастаған күннің өзінде де бүкіл көрерменнің көңілінен шығатындай салым. Серке кіші шеңберде 1 минуттың ішінде көтерілуге тиісті. Егер 1 минутте көтерілмеген жағдайда, онда ортада жекпе-жек сайысы болады. Мирас Боранбаев
тағы да Серкені тақымға басты. Алғашқы салымның авторы, ең алғаш есеп ашқан балуан осы болатын. Серкені тақымға басқан күйі ойын алаңның сыртына шығып кететін түрі бар. Командалық әріптестері жәрдемге келуге тиісті. Қызылордалықтардың қорғанысын жарып өте алмады. Міне қазір жақындаған сәт. Бірақ мәре жақындаған сайын алыстап баратқан өздеріңізді көрдіңіздер. Не қараңыздаршы, шабуылға қандай дайындық жасап. Жеке Батырдың балуаны жеке шауып бара жатыр дәл қазір. Бөгенбай Бексұлтанов, атыңа лайық бол енді. Мирас Боранбаевтың тақымына ілінген болатын Серке, бірақ қызылордалықтардың тартысы жаман. Міне қараңыздаршы, қалай ерді айналдырып өзінің белінен асыра тартып, шіркін-ай. Міне нағыз дода, нағыз тартыс, жекпе-жек деп осын айту керек. Кімнің тақымында қалады екен? Расында да өте тартысты ойынның куәсі болып отырмыз. Серкені тақымға басқан күйі ойын алаңның сыртына шығып кеткеннен кейін көкпардың ережесіне сәйкес ортада жекпе-жек сайысы орын алатын болады. Ақылбай Еламан мен Байырлы Көпенов тағы да осы жекпе-жекте бас қосты. Қараңыздаршы, тұлпарлар шіркін-ай тұяққа тұрып алып, төрт аяқтап, қарсыласын Серкеге жақындатпай. Жекпе-жек әлде жалғасуда. 2 минуттың ішінде Серке жерден көтерілуге тиісті. Егер ондай болмаған жағдайда ортадағы атты адамда ауысатын болады қос командадан. Бірақ міне Байырлы Көпен тағы да Серкен жерден көтерген болатын, алайда қайтадан құлатып алды. Дәл осы сәтті тамаша пайдалануға ниет білдіріп тұрған Ақылбай Еламан әрине пайдаландық. Бірақ Жеке Батыр жігіттері жан-жақтан қоршап алғанын көрдіңіздер. Нәтижесінде тағы да бір жекпе-жек ортада орын алады. Бірінші кезеңнің бел ортасынан асып жығылдық қазір. Уақытқа қарай Жандос Телубай, Ақылбай Еламан. Міне жекпе-жек, міне тартыс, міне ақмолалық батырлар. Жандос Телубай қазандықты бетке алып шаба жөнелген жайы бар. Жеке дара шауып келе жатыр қазір. Міне әдемі өткізді, тамаша салым салуға мүмкіндік және салым. Өте тамаша, Жандос Телубай ардақты ағайын. 1998 жылы туған шабандоз, астындағы тұлпары Сарықасқа деп атаған екен. Сарықасқа десе Сарықасқа, өздеріңізді көріп отырсыздар. Ойынның 13-ші минутында есепте 2-1-ге жеткізді. Жарайсыңдар, Жеке Батырдың жігіттері. Қызылордалықтар енді қарымта шабуылды бастау керек. Өздеріңізде көрдіңіздер.
алғашқы Жеке Батырдың салымынан кейін бірден қызылордалықтар жауап қайтарған болатын. Бұл жолда жауап қайтара алар ма екен? Әлде ақмолалықтар одан сайын есепті еселей түсе ма? Ол жағы әлі белгісіз. Алаң көрсетеді, ойын көрсетеді. Кімнің бағы жанып тұр? Соған байланысты жалпы қазақ айтады, бап шабама, бақ шабама дейді. Сондықтан қос команданың да енді расы керек бабы келісіп тұрған өздеріңізде байқап отырсыздар. Өте тартысты ойын көрсетуде. Бір командадан басым түсіп тұрған дәнегі де жоқ. Сондықтан расымен де бақ шабатын тұс кімнің жолы болады? Бәсеке тараз бас соған қарай ауатыны белгілі. Аттың жүгендері бір-біріне байланып қалған сияқты. Соны шешіп алу үшін қазір ойынды тоқтатқан жайы бар. Тезірек қимылдауға тиісті. Әрине мұндай жағдайлар болады, бірақ жан ауыратындай, уайымдайтындай дүние емес. Арғарай төрешінің ысқырығы ойынды жалғастырыңдар деген пәрменді беріп үлгерді. Шіркін-ай, қандай тартыс. Жеке Батырдың 3 палуаны, бір қызылордалық палуан. 5 берер емес. Түк, не деген алып күш ардақтағайын. Міне ақыры өзінің тақымында қалдырды Серкені. Енді ешкім жұлып ала қоймас. Бердібек Жорабек. Не деген мықты палуан десеңші. Күрең қасқамен шабуылға шыққанын өздеріңізде көріп отырсыздар. Міне қап. Жолдан таю деген осы шығар. Командалық әріптестерінің көмегі керек осы жерде. Жоқ, жетекке салу емес. Керісінше мирастан айыру керек Серкені. Сол кезде ғана нәтиже болады. Міне ақмолалықтар өздерінің түпкі мақсатына жетті. Шабуылды ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Нәтижесінде ортада жекпе-жек сайысы болады. Жандос Телубай, Ақылбай Еламан. Жиренді қараңыздар, қалай тұрады шіркін. Не деген күш. Міне тартыс. Міне тартыс. Бөрік құлап атса да абырой жығылмасын дейтін жігіттер ойынды жалғастырып бәрі қарай шабуылға бет алды. Ақмолалықтардың тақымында Серке. Арман Абжанов қазір шабуылға шыққан. Міне, бұл шабуылда нәтижесі аяқталды. Ортада жекпе-жек сайысы болатын болады. Жалпы бұл бәсекені чемпионат күнтізбелік жоспардағы чемпионат екенін тағы бір рет естеріңізге сала кетейік. Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы мен Спорт және мәдениет министрлігі, спорт және дене шынықтыру істері комитетінің бірлесе ұйымдастыруымен өтіп жатқан тартысты бәсеке екенін айта кетейік. Тағы да бір Жандос Телубай мен Ақылбай Еламан қайтадан
ортадағы жекпе-жекке шықты. Ақылбай Еламан басынан түсіп қалған бөркін алуға әлі де шамасы келмей жатыр екен. Расымен де уақыт жоқ, өздеріңіз де көріп отырсыздар. Шіркін-ай, сұмдық тартыс қой мынау деген. Ақылбай Еламанның расымен де бұлақ күші бойында тасып тұр екен шіркін. Ешкімге бермейді шіркін-ай. Енді осыны бір нәтижемен аяқтау керек. Бірақ төрешінің ысқырығы естілді. Демек, алғашқы кезеңнің уақыты аяқталғанын көрсетеді. 2-1 Жеке Батыр алды. Екінші кезеңде қандай нәтиже болатынын өздеріңіз көретін боласыздар. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, айта кетейік, бұл жастар арасындағы 12-ші Қазақстан Республикасының чемпионаты көкпардан. Бұл чемпионат Ақтөбе қаласында жалауы желбіреген. Дәл қазір алқызыл жейдеде өнер көрсетіп жатқандары Қызылорда облысының Қайсар көкпар командасы. Әзірге қоржындарында бір ғана салым бар, ал олардың қарсыластары Сары жейдедегі Ақмоланың Жеке Батыр көкпар командасы 2 салымды қоржынға басқан. Алда келеді осылайша. Бірінші кезеңнің өте тартысты аяқталған ардақты ағайын өздеріңізде көрдіңіздер. Қызылордалықтар енді есе жібермеуге барынша тырысады. Әзірге сәл де болсын, бір салым болса да басымдық Жеке Батырдың еншісінде. Қызылордалықтар бұл олқылықтың орнын толтыруға бар күшін салатын болады, бірақ қарсыластарда оңай шағыла салатын жаңғақ емес. Жандос Телеубай Ақылбай Еламан жекпе-жекте. Мына жиреннің тілгөз тасқа болсын, бірақ жекпе-жектегі өнері енді расымен де көрген көзге қызықты, өте тамаша екен. Міне Мирас Боранбаев қазір Серкен тақымға басып шабуылға шықты. Ең алғашқы салымның авторы осы жігіт болатын. Дәл мәренің түбіндегі сәт және салым. Тағы бір рет таныстыра кетейік, ардақты ағайын, артық болмас. Мирас Боранбаев 1999 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары шаңды емес, дене тұрғына қарап та шынымен шаңды емес деп толық атауға негіз бар. Ақмола облысының ойыншысы ойынның 23-ші минутында есепті тағы да еселей түсті. 3-1 Ақмола алда. Төрешінің бұл ысқырығы кішеңберде жатқан Серкені көтеруге пәрмен берді. 1 минуттың ішінде көкпардың бекітілген ережесіне сәйкес көтерілуге тиісті Серке жерден. Егер осы уақытта көтерілмесе, онда ортада жекпе-жек сайысы болады. Ақмолалық палуандар Серкеге бірінші болып ұмтылған. Бірінші кезеңнің қарқыны ойынның әлде бәсеңдеген жоқ. Әдегеннен Ақмолалықтардың салымы бірінші тайымдағыдай тағы да екінші кезеңді бастады.
Нәтижесін ары қарай көретін боламыз. Енді қызылордалық балуандарда барын салатыны белгілі, есе қайтаруға тиісті. Шеңберде Серке қайта құлады. Дәл мәренің тұсындағы айқасты көріп отырсыздар. Ақмолалықтар әлде болса шабуылды жалғауда. Жеке Батыр деп аталатын команданың жігіттері Ерғали Тоқабаев ізін жалғаған. Елуге еңсерген елі қасы болса да, әлі күнге дейін ат үстінен түспей тақымға Серке басса ешкімге дес бермей салымға бір-ақ шығаратын палуандардың бірі. Міне сондай талантты балуанның шәкірттері бүгін ойын көрсетуде. Және ортадағы жекпе-жек сайысын көріп отырсыздар. Жандос Телеубай мен Ақылбай Еламан. Жандос Серкені жекпе-жектен алып шықты да шантиместі мінген Мирас Боранбаевқа өңгеріп берді. Ешқандай да жарақаттың ауылы алыс сияқты бұл жерде. Ат тұяғы сүрініп құлағанмен қайтадан палуан өзінің жиреніне мініп алған жайы бар. Ортада жекпе-жек сайысы. Екінші нөмірде иеленген қос көкпаршыны біз қайтадан алаңнан көретін шығармыз. Жоқ, бұл жолы Жандос Телеубай мен Ердәулет берістен шыққан екен. Бірақ Жандос бәрібірде Ердәулетке есе жіберген жоқ. Ақмолалықтар шабуылды одан сайын үдете түсуде. Арман Абжанов. Жалпы екінші кезеңнің біз қазір орта беліне де таяп қалдық. Ақмолалықтар басымдықты өздеріне қарай алып алғанын көрдіңіздер. Ойын барысында да салым жағынан да Қызылордалық команда кішкене шаршаңқырақ болған сияқты. Қайсардың жігіттері қайтпас қайсарлықтарын дәлелдеуге тиісті. Осы жастардың ойынына қарап, тартысты бәсекелерін көрген кезде Жүсіп Баласағынның жылға сай батпақ болса өте алмайсың, жастан шыққан жүйрікке жете алмассың дейтін сөз еске түседі. Расымен де не деген тартысты ойын, керемет нәтижелер. Талмайды, шаршамайды.
бар күш жігерімен ойын өрнегін көрсетуге таласып жатыр. Ақмолалық жігіттер расымен де басымдықты өздеріне қарай бұрды. Алихан Қалыбаев қазір міне шабуылға шыққан, бірақ қорғаныс қызылордалықтардың өте күшті болғанын көрдіңіздер. Және соңғы сәтте қорғаныстарын көрсетті. Жеке батыр жігіттері шынымен де жеке шауып жатыр қазір. Жігіттердің ойынына тамсанып отырып, тіл күрмеліп қалуға дейін барып жатыр. Енді айыпқа бермейсіздер. Сонымен тағы бір шабуыл, соңғы шабуылдардың көбісі нәтижесі аяқталып жатқан өздеріңізде көріп отырсыздар. Бірақ ойын өзінің тартымдылығын, тартыстылығын жоғалтқан жоқ. Өлгеннің күнінен шауып жүрген балуанды көріп отырған жайымыз жоқ. Дегенмен мәре жақындаған сайын алыстау дейтін осы болса керекті. Ортада жекпе-жек сайысы. Бұл жолы бәсекеге кімдер шығады екен? Оны бірге көреміз. Жандос Телубай және Ақылбай Еламан. Жандос Телубайдың астындағы шынымен де жирен қысқа жекпе-жекке арнап туғандай арғымақ екенін тағы да байқатып отыр міне. Өзі кішкене тәпелтік, еңкеюге де ыңғайлы, Серкенің жанына жақындатпайды, күші де мығым. Қараңшы, оңға, солға, артқа, алға бірдей қимылдайды. Міне енді еңкею керек. Серке 2 минуттың ішінде көтерілмесе, онда адамды атты ауысуға тиісті. Нұрхан Айтбаев сол үшін ысқырайын деп тұрған сияқты, бірақ Серке міне жерден көтеріліп жатыр. Алайда міне Нұрхан Айтбаев ойынды осылайша тоқтатты. Атты адамды ауысады. Байырлы Көпенов пен Нұрлыбек Асқаров. Есеп өздеріңіздің экрандарыңызда шығып тұр. Саржал Қара Сәйгүлік пен Ақмолалық балуан. Байырлы Көпенов
Нұрлыбек Асқаров, оның қарсыласы Хан дейтін көк атпен шығып тұрған өздеріңізде көріп отырсыздар. Міне, Нұрлыбек Асқаров бұл жолы мерей үстем болғанын көрдік. Бәсекенің аяқталуына да көп уақыт қалған жоқ. Қызылордалықтардың шабуылы. Қараңыздар, қалай шықты Қорғаныстан. Бірақ мәреден алыстап кеткен сыңайлы. Және міне салым салуға мүмкіндік еді ғой. Төреш не дейді екен? Жоқ, салым жоқ. Салым жоқ. Тамаша шабуыл болған еді. Қорғаныстан қалай шыққанын өздеріңізде көрдіңіздер. Сытылып кәдімгідей. Барын салған қызылордалықтар таразбасын теңестіруге жақын қалған еді. Дегенмен ойынның аты ойын. Дәл мәренің ішінде болмады. Сан соғып қалғаны белгілі қызылордалық жігіттердің. Есесіне ақмолалықтар әдемі шабуылды ұйымдастырған, бірақ ол салымға ұласқан жоқ. Міне қазір ұмтылуға тиісті. Бірақ Қорғаныста өнер көрсетуде. Серке тақымға басылған күйі ойын алаңның сыртына шыққанын төреші байқаған сыңайлы. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Төрешінің пәрмені берілді. Жандос пен Ақылбайға қос команданың жекпе-жекшілері қайтадан ортада. Міне, Жандос Телубайдың алдын орап кетті осы жолы Ақылбай Еламан. Қызылордалықтар уақыт аяқталғанға дейін тағы бір шабуыл жасауға мүмкіндіктері бар. Бір-бірін жетекке алып, Қорғаныстан суырылып шығуға дағдыланған командалардың бір ретінде де қызылордалықтар көз алдымызда. Осы ойыннан кейін жатталып қалатын болады. Міне, тастау керек. Таласпау керек қой, шіркін-ай, қап. Төреші ысқырып үлгерді. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Бұл уақыт болса, жекпе-жек сайысы тез аяқталып жатса, онда соңғы шабуылдардың бірі болуы да мүмкін. Байырлы Көпеновпен шықты бұл жолы Ақылбай Еламан. Серкенің маңында Серкеге таласы көреген жігіттер аударыспаққа ұқсайтындай ойын көрсетуде. Төрешінің ысқырығы, ойын осылайша аяқталды. Сонымен ақмолалықтар 3-1 есебімен жеңіске жеткенін көрдіңіздер, ардақты ағайын. Келесі ойын Ақтөбенің Тайбұрыл көкпар командасы мен Маңғыстаудың Адай-ата көкпар командаларының арасында өрбитін болады. Финалдық бәсеке 3-ші орын үшін тартыс. Ал бүгінгі ойынның қорытындысында біз Жеке Батыр Ақмола облысының көкпар командасын құттықтаймыз. Бұл көкпар бағдарламасы. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов пен Жарқын Барақбаев. Ал комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен.
аман сау болыңыздар ағайын.